Сәлем баршаңызға. Бақбақ гүлі көктемнің алғашқы гүлі. Көктем мезгілінде балғын бақбақ гүлін тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Алаңқайларды көкшөптер қаулап, олардың арасында бақбақ гүлдері безендіре бастайды. Енді көңілге қуаныш сыйлайтын кішкентай сары күлтелерді балақайлар анасына ұсынуға асығады. Ал аналар баланың көңіліне мәз болып сыйлықты алғанымен солған гүлді көрсетпей ғана қоқысқа тастауға мәжбүр. Жоқ, бұл жолы жұлынған бақбақты тастай салмаңыз. Есесіне өзіңіз де аулаға барып, молырақ етіп теріп алыңыз. Сонда сіздің қолыңызда теп-тегін косметикалық күтім құралы пайда болады. Себебі оны тері мен шаш күтімінде кәдеге жаратуыңыз әбден мүмкін. Біз күнделікті өмірде бағалай бермейтін бақбақ гүлі шын мәнінде тері мен шашқа қажетті пайдалы заттарға бай. Онда мыс, мырыш, кальций, калий, марганец, темір, бор, магний минералдары, сондай-ақ В1, В2, В3, В6, А, С және Д дәрумендері мол. Бақбақ гүлінің бет терісін жұмсартып тегістейтін, теріні ағартып дәрумендермен байытатын, бөртпе, акне, пигментті дақтарға қарсы күресетін, солғын тартқан теріні балғын теріге айналдыратын, тері қабынуларына қарсы күресіп, токсиндерді шығаратын әсері бар. Бұл мақсатта гүлдің сабағы, жапырағы, күлтелері, тамыры болсын, барлық бөлігін қолдана аласыз. Сепкіл не жас ұлғая келе пайда болатын дақты кетіру үшін әлі гүл ашпаған жас бақбақтың жапырақтары мен сабағын блендерден не ет тартқыштан өткізу арқылы майдалаңыз. Содан соң дәкеге орап сығу қажет. Осы алынған сығындыға мақта дөңгелекшелерін малып, бет терісін сүртіңіз. Құрғақ әрі босан тартқан қартайған тері үшін бақбақтың бірнеше дана гүлін блендермен езіп, оған табиғи балғын йогурт, кішкене бал қосып, бір келкі масса болған араластырыңыз. Тазаланған бет терісіне жағып, 25-30 минуттай ұстаңыз. Белгіленген уақыт өткен соң мақта дөңгелекшесімен бетті айналдыра массаж жасай отырып сүртіп тастау керек. Соңында жылы сумен шаю жеткілікті. Теріні жарқырататын тоник. Бақбақ тамырын ыдысқа салып, батып тұратындай етіп су құйып қайнатыңыз. Бір қайнаған соң оттан алып суытып сүзу қажет. Алынған сұйықтыққа қаласаңыз 2-3 тамшы шай ағашы майын қосуға болады. Табиғи тоникпен күнделікті мойын мен бетіңізді сүртіп жүрсеңіз, теріңіз күн санап жарқырай түседі. Қоректендіргіш дәруменді маска. Бақбақ гүл шоғыры мен жапырақтарынан араластыра ұсақтап турап алыңыз. Бір ас қасық өсімдікті кішігірім ыдысқа салып, үстінен 2 ас қасық ыстық сүт құйып, бетін жауып 10 минутқа қойыңыз. Содан соң бір жұмыртқаның сарыуызын қосып араластырыңыз. Егер теріңіз майлы болса, ақуыздың жартысын да қосып жіберген абзал. Осы қоспаны бетіңізге бірнеше қайтара жағыңыз. 20 минут ұстаған соң салқындау сумен шайып тастаңыз. Өсімдік сабағынан бөлінетін сүттіген шырыны терідегі сүйел мен папилломаны кетіреді. Ол үшін күніне бірнеше рет жаңадан үзіп алынған сабақпен үстеріне сүртіп тұрса болғаны. Теріде пайда болған мүйізгектің үстінен бақбақ сабағымен ысқылап сүртсе, немесе онымен қос пресс жасаса, қатты тері жұмсарып, оны алып тастау оңай болады. Бақбақтың сүттіген шырынының әсері күшті химиялық пилинг деп атасақ та болады. Оны терінің дақ не сепкіл түскен тұстарына жағып, артынан сүт сарысуы не айранмен ысқылса, теріні айтарлықтай ағартады. Бақбақ гүлін шаш күтімінде қолдансаңыз,
Көп ұзамай түбірі бекіп, ұштануы азайып, қайызғақтан арыласыз. Бақбақ тұнбасынан шаш шайғыш өсімдіктің сабағы мен жапырағын ұсақтап турап, үстіне қайнаған су құйыңыз. 1-1 стакан. Судың түсі қарауытқанша ұстаңыз да сүзіп алыңыз. Шашыңызды әдеттегідей жуып, шайып болған соң осы сұйықпен тағы бір рет шайып жібересіз. Шаш түбірін қатайтатын тұнба. 1 стакан қайнаған суға 1 уыс өсімдік жапырағын салып, біраз уақытқа қойып қоясыз. Кешкілік осы тұнбаны езілген жапырақтарымен қоса шаштың түбіріне жағып, массаж жасаңыз. Күніне 2 рет қайталасаңыз, әсері де 2 есеге арта түседі. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.